Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі ертегі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Олай болса, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Молда, ұста, тігінші. Ертеде молда, ұста, тігінші үшеуі жолдас болды. Бір күні олар: біз осылай үйде отыра берсек, өнерімізді жұрт танып білмейді. Сондықтан ел аралап тірлік жасайық деп келісіп, жүктерін алыс жолға шығады. Күні бойы жүрген достар түн болып кеткен соң бір жерге қона кетеді. Тамақтанып, әлденіп алған соң біраз әңгімелесіп отырады. Біраздан соң жатып тынығып алмақ болады. Елсіз жерде қалғандықтан үшеуі бірден ұйықтаса, жүктерін біреу әкетіп қалар деп кезекпен қарауыл қояды. Алдымен молда мен тігінші ұйықтайды. Ұста оларды күзетіп отырады. Жалғыз өзі зерігіп ұйқысы келеді. Ұйқысын ашу үшін бір үлкен ағашты кесіп алып, адамның денесін айнытпай жасап шығарады. Сосын тігіншін оятып, өзі ұйқыға кіріседі. Тігінші қарауылдап отырып, ұстаның ағаштан істеген қыз мүсінін көреді де: менің өнерім ұстаның өнерінен кем бе? Өз-өзіне күбірлеп, дереу әдемі киім тігіп мүсінге кигізеді. Ағаштан жасалған қыздың мүсінінде тек жан жоқ болғаны болмаса, тірі, сұлу қыздан айнымай қалады. Енді тігінші молданы оятып, өзі ұйқыға кіріседі. Күзетіп отырған молда қыз кейпіндегі мүсінді көріп таң қалады да: ұста мен тігінші өнерін көрсетіпті, енді мен қайтсем екен деп қайғырады. Ары ойлап, бері ойлап: о Құдай, енді осы ағашқа жан бітіре көр деп жалынып жалбарына бастайды. Құдай молданың көз жасын қабыл алып, мүсінге жан бітіреді. Кенет жаны жоқ қыз кейпіндегі мүсін сұлу қызға айналады. Сұлулығы соншалық, бетіне қарасаң көзіңнің нұры таяды екен. Таңертең ұста мен тігінші оянып, денесіне жан біткен сұлу қызды көреді. Екеуі молданың өнеріне таң қалады. Енді үшеуі қызды бірінен бірі қызғана бастайды. Біреуі: бұл қызды мен аламын, еңбек менікі, дейді. Екіншісі: жоқ, мен аламын, еңбек менікі, дейді. Ең соңында молда өршеленіп: жоқ, мен аламын, мен болмасам оған жанды кім салар еді, дейді. Осылай үшеуі келісе алмаған соң жүгінуге бір қазға барады. Келіп түндегі оқиғаны түгелдей баяндап береді. Олардың әңгімесін тыңдап болған қазы қыздың бет ажарына бір қарап, қатты үрейленгендей: ойбай, бұл менің қызым ғой, бұдан 3 жыл бұрын жоғалтқанмын, сендер менің қызымды қайдан таптыңдар деп ақырады. Қазымен келіспеген молда, ұста, тігінші ұзақ уақыт таласады. Бір шешімге келе алмаған төртеуі енді ханға келеді. Олардың әңгімесін естіп қызды көрген хан: бұл менің баламның қалыңдығы ғой, бұдан 5 жыл бұрын жоғалған, сендер қызды қайдан кездестірдіңдер? Енді ұялмай таласып тұруларың мынау. Бұл қыз ешқайсыңа бұйырмайды да, баламның қалыңдығын өзіме беріңдер деп ашуланады. Енді әділдік таба алмаған 3 дос қызға жасаған өнерлерін қайтарып алмақшы болып алдымен молда. Енді әділдік таба алмаған 3 дос қызға жасаған өнерлерін қайтарып алмақшы болады. Алдымен молда: о Құдай, берген жаныңды қайтып ал деп жалынады. Осы кезде гүлдей жайнап тұрған қыз жанынан айырылып, емендей қатып ағаш қалпына келеді. Ал тігінші өз тіккен киімдерін ағаш мүсінінен шешіп алады. Тақсыр, шынымен балаңыздың қалыңдығы болса, сіз алыңыз деп ағашты патшаның алдына тастап бұрылып кеткен көрінеді. Осы оқиғадан кейін достар бірігіп жұмыс жасамайтын болыпты. Өздерінің жіберген ағаттықтарын білген үшеуі өмірлерінің соңына дейін өз-өздерін тәрбиелеп жүріпті деседі. Ертегі ұнаса, лайк басуды және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі ертегіде кездескенше.